Осындай әдемі және де дәмді палау пісіргіңіз келе ме? Онда кеттік, бірге пісірейік. Қойдың етін аламыз да ұсақтап тураймыз. Жуан мен сәбізді жолақ тәрізді тураймыз да. Қатты жанып тұрған отқа қазанымызды қойып, майымызды құямыз да қыздырамыз. Сол қызып тұрған майға пиязымызды салып, әбден қуырамыз сарғайғанша. Содан кейін жуамыз сарғайдау деген кезде туралған етімізді саламыз. Етімізді де әбден қуырып, етімізді араластыруға ұмытпаймыз. Етіміз әдемі болып қуырылып жатыр. Сол енді әбден етіміз қуырылды деген кезде етіміз әдемі болып қуырылып жатыр. Ал енді етіміз әбден қуырылды деген кезде сәбізімізді саламыз үстіне. Сәбізді етпен жуанмен бірге сәл ғана қуырамыз. Содан соң сәбізіміз сәл ғана жұмсаған соң зираны бір шымшық қылып саламыз. Оған қоса ащы емес қызыл бұрыштардың түрлерін қосамыз. Орысша паприка деп айтылады. Әбден былғап сарымсақтың артық жерлерін кесіп тастап бірге саламыз да үстіне қайнаған суын құямыз. Қазанның астындағы отты азайтамыз, ең төменгі көрсеткішке. Етімізді бір 40 минуттай бұқтырамыз. Етіміз піскенше күрішті аламыз да әбден жуамыз, суымыз тазарылғанша. Мінекей, етіміз де пісіп қалды. Етіміздің астындағы отты күшейтеміз. Ең жоғары көрсеткішке қойып, еттің үстіне күрішімізді саламыз. Егер де сорпамыз аз болса, үстіне қайнаған су қосып, сорпамыз күріштен 1 сантиметр ғана асу керек. Дәмін қараймыз. Егер де тұзы аздау десеңіз, тұзды қоса қоямыз. Әбден сорпамыз су алмағанша отын азайтпаймыз. Қатты отта қайнатай береміз. Сорпамыз әбден суалды, енді отымызды азайтамыз. Ең төменгі көрсеткішке қоямыз да отымызды. Бір 10-15 минут бұқтырамыз күрішімізді төменгі көрсеткіште. Мінекей, дәмді палауымыз дайын болды. Енді табаққа төңкеріп аламыз да. Астарың дәмді болсын. Мінекей, ең әдемі, ең керемет дәмді палау дайын.